Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай әдемі, керемет, жұмсақ болып шығатын карамельді пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, арнамда жаңа видео шыққанда ең бірінші көру үшін қоңыраушаны басыңыздар. Бұл пирогты жасау үшін ең алдымен електен өткізілген ұннан 210 грамм, бір шай қасық қамыр қопсытқыш және 82% 100 грамм сары майды салып, барлығын осылай үгітінді ретінде істейміз. Және де піскен пирогтың үгітілмелі қамыр болуының сыры 82% сары май, яғни сапалы болуы тиіс. Міне дәл осындай болып шығады. Одан кейін басқа ыдысқа бір жұмыртқамен және 50 грамм қантты жақсылап шайқап аламыз. Қанты аздап ерігеннен кейін осылай майлы ұнды массамыздың ортасына жаңа жұмыртқалы массамызды салып, барлығын жақсылап араластырып, өте жұмсақ, қолға сәл ғана жабысатындай қамыр илеп шығамыз. Консистенциясы дәл осындай қамыр болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Міне осыны кішкене ғана қолымызбен илеп шыққаннан кейін целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа 15 минутқа салып қоямыз. Бұл қамыр тек 2 сағатқа ғана жарайды. 2 сағаттан артық тоңазытқышқа салмаңыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін сапалы, осында мен Рогачев варенкасын пайдаландым, яғни қоюландырылған сүттен 360 грамм, және оның үстіне 2 жұмыртқаны жарып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмауы тиіс. Міне дәл осындай салма болып шығады. Одан соң салқын клейгей 33 немесе 35%, мен осы свежий завтра дегеннен пайдаландым. Бұдан 200 мл граммдай барлығын салып, және жүгері крахмалын 15 граммдай саламыз. Жүгері крахмалы салмамыздың қатты ұстап тұруына көмектеседі. Міне дәл осындай салмамыз дайын болып шықты. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, 24 сантиметрлік диаметрі осы формамызға қамырды біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Қамырымызды жайғастырып болғаннан кейін міндетті түрде шаншқымен тесіп шығамыз. Астын және жан жағын, себебі пісу барысында қамыры көтеріліп кетпес үшін. Оның үстіне дайын болған салмамызды құйып, қысып тұрған 160 градус пеште 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Және піскен пирогты формадан босатпаймыз, толықтай суытамыз, және тоңазытқышта кем дегенде 2-3 сағаттай қалдырамыз. Міне біздің карамельді пирогымыз дайын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте жасалу жолы өте оңай, жеңіл, және шайға жегенге өте жеңіл десерттердің бірі. Өте керемет болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Ас болсын.